Сәлеметсіздер ма, құрметті ағайын? Сәлеметсіздер ма, менің каналымның қонақтары? Бүгін сіздерге мынау карантинде тоқылып жатқан бұйымдармен тағы да ары қарай таныстырып өтейін. Мынандай мен күрте тоқып жатырмын. Бұнда бұл жібінің құрамы мынандай 100% кашемир, Италияның жібі, пайеткалармен ұсақ-ұсақ қозғалған кезінде бүйтіп светтің жарығына былай жарқылдап тұр. Жалпылдап. Бұнда қолданған өрнегім, мына жерде мен кеудесіне және арқасына бірдей қылып мынандай кереге көз салдым. Кеудесіне де, арқасына да. Енді содан кейін екі жақ жанарына мынандай 3 жіптен ирек салдым. Арасында мынандай теріс алып отырып, теріс тоқыстан жаңағындай су салып, сонда мынау өрнек әдемі көрініп тұрады. Мінекей кереге көз, содан кейін 3 жіптен ирек, содан кейін мына жерге жылан бауыр салдым. Мына жерде бұл мойыннан тоқылып келе жатқан бұйым, және де мынау регланның суына мен 9 жіп қойдым. 9 жіптің ортасында жаңағындай 3 жіптен ирек, 2 жіптен жаңағындай теріс жіптен жаңағындай су салдым. 2 жіп, 3 жіп ортасында ирек, 2 жағында 2 жіптен теріс, одан кейін мынау 2 жиегіндегі жіп оң тоқылды. Сөйтіп 9 жіп регланның суына салдым. Қазір жеңін тоқып жатырмын. Жеңіне де осылай ортасына кереге көз салдым. Жаңағындай 3 жіптен ирек салдым. Басқа мынандай теріс жіппен жаппай арасы. Содан кейін мынандай жылан бауырды бұл жерде де қайталадым. Содан мына қолтықтан төмен қарай жаңағы 9 жіпті төмен қарай кеудесіне қостым. Сөйтіп 8 жіп ортасынан көтеріп алдым да, қостым да, бұны мен теріс тоқып шықтым. Енді жеңіне тура солай қылып жаңағындай 8 жіпті жоғары қарай теріс тоқып кетіп бара жатырмын. Жеңі тоқылып жатыр екі жағынан. Мінекей осындай күрте тоқылып жатқан. Жуандығы 3-ші размерлі білтегешпен тоқып жатырмын. Дайын болған кезінде тағы да көрсетемін деп ойлаймын. Ұнаса менің каналыма жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. 9 май соғыс болмасын, аспанымыз ашық болсын, бейбіт өмір болсын. Аман болыңыздар.